Қайырлы күн. Бүгінгі қарастыратын модуліміз оқу жүктемесінің баптауларына арналады. Яғни, оқу үдерісін ұйымдастыру бөлімінен жүктемені анықтау үшін нысандарын таңдаймыз. Бұл модульдің негізгі функционалдық қызметі оқу жүктемесін қалыптастыру және де есептеу процесін автоматтандыруға арналады. Бірінші баптауларға тоқталамыз. Ол үшін баптауларды орнату, яғни уақыт мөлшерлері батырмасын таңдаймыз. Ашылған бетте келесі баптаулар қарастырылған. Бірінші ол педагогикалық практиканы бөлу. Өзіміздің жоғары оқу орнындағы факультеттерімізге байланысты педагогикалық практика үшін жауапты тұлғаларды тағайындаймыз. Яғни, әр факультет үшін жауапты қызметкерлерді тағайындаймыз. Яғни, осы жерде көрсетілген қызметкерлерге педагогикалық практиканың жүктемесі есептелінетін болады. Келесі, кафедраның профессор-оқытушы құрамы арасында аудиториядан тыс жұмыстар бойынша сағаттарды автоматты түрде бөлу. Негізгі оқу жүктемесінен тыс аудиториялық емес сағаттарды кафедраның оқытушыларына бөлу. Келесі, жүктемені қалыптастыру үшін уақыт нормаларын және де профессор-оқытушы құрам жүктемесін анықтау нысандарын қосу, яғни бірінші, екінші, үшінші және де төртінші формаларды қалыптастыру. Келесі, штаттық қосымша жұмыс істеу бойынша еңбекақы мөлшерлерін анықтауға арналған баптаулар. Яғни, оқытушылардың негізгі оқу жүктемесінен асқан сағат санының пайыздық қатынасындағы шегі. Яғни, бұл жерде қандай пайызды көрсетеміз, сол пайыз бойынша оқытушылардың негізгі оқу жүктемесінен асқан сағаты оқытушының негізгі жүктемесіне қосылатын болады. Егер де біз 1 мен 25 аралығында пайызды қарастыратын болсақ, онда негізгі жүктемесіне 0,25 қосымша қосылатын болады. Осылайша біз әр жүктемелерге өзіне көрсетілетін пайыздық қатынастарды көрсететін боламыз. Келесі, профессор-оқытушы құрамның аудиториялық жүктемесін кредит бойынша есептеу. Яғни, егер де бұл ұяшықты белгілейтін болсақ, онда жүйеде біздің қалыптастыратын есептемелерімізді жүйе кредит бойынша есептейтін болады. Келесі, бір академиялық сағатқа тең болатын байланыс сағаттарының санын аудиториялық сабақтардың жүктемесін есептеген кезде ескеру. Яғни, бір академиялық сағатта тең аудиториялық сағаттардың саны. Келесі, кафедраның штаттық кестесінде және оқытушының жеке жоспарында оқытушының жоспарланған жүктемесін ескеру. Яғни, егер де бұл ұяшықты белгілейтін болсақ, онда оқытушының жеке жоспары формасында және де 5-ші, яғни кафедраның штаттық кестесінде жүйе оқытушының жүргізетін пәндерінде көрсетілген деректерді ескере отырып, оқытушының жоспарланатын жүктемесін ескеретін болады. Яғни, ағымдардың максималды саны және де топтарды көрсету. Бұл баптаулар бізде келесі бөлімдерде қарастырылады. Яғни, оқу үдерісін ұйымдастыру бөлімінде профессор-оқытушы құрамның пәндерін бөлу бөлімін таңдаймыз және де өзімізге қажетті кафедралар бойынша пәндерді бөлу барысында біз оқытушыға қанша академиялық топты көрсетеміз, сонша топтардың жоспарланған оқытушының жүктемесінде есептейтін болады. Немесе оқытушының жеке кабинетінде мәтір бөлімінен оқытылып жатқан пәндер бөлімінде оқытушы қандай топтарға пән жүргізеді, яғни қандай максималды топтардың саны қарастырылады, соны ескеретін болады. Яғни, бұл жерге біз қанша топты көрсетеміз, сол бойынша оқытушының жоспарланатын жүктемесін есепке алатын болады. Келесі, оқу жоспарындағы сабақтың тиісінше түрі бойынша минималды санынан кем емес білім алушылардың саны бар ағымдарды ескеру. Яғни, егер де бұл ұяшықты белгілейтін болсақ, онда бізде оқу жоспары бөлімінің реттеулерінде әр академиялық бағыттар бойынша мамандықтардың бағыттары бойынша академиялық ағымдардың толымдылығын толтыру ұяшығын белгілейтін болсақ, онда жүйенің қосымша бөліміндегі жүйенің баптауларын таңдаймыз және де академиялық дәрежелер бөлімін таңдаймыз. Бұл бөлімде әр академиялық дәреже үшін сабақ түрлерінде академиялық ағымдардың толымдылығы бөлімінде әр білім саласы бойынша бір ағымдағы білім алушылардың минималды және максималды санын ескеретін болады. Яғни, бұл жерде біздің көрсетілген минималды саннан топтағы білім алушылардың саны кем болған жағдайда жүйе ондай санды білім алушылар бар ағымдарды есепке алмайтын болады. Ал егер де біз оқу жоспарының баптаулары бөлімінде мамандықтар бағыттары бойынша академиялық ағымдардың толымдылығын толтыру ұяшығын белгілемейтін болсақ, онда қызметкерлер әр оқу жоспарының ішінде әр пән бойынша бір ағымдағы білім алушылардың минималды және максималды сандарын әр пән
өтінішін жеке толтыру қажет болады. Баптаудың келесі түрі ол дипломдық жұмыстарға, жобаларға, ғылыми диссертацияға жетекшілік етуді анықтау. Яғни оқытушы профессор құрамның қандай да бір дипломдық жұмыстарға жетекшілігін анықтауға байланысты келесі баптауларды орындаймыз. Яғни, егер де сіздің жоғары оқу орнында білім алушылардың бітіру жұмыстарын немесе жобаларын басқару модулі болған жағдайда, онда біздің диплом жұмыстарына жетекшілік етуді анықтау бөлімі білім алушыларды бөлу бойынша бітіру жұмыстары бөлімінде және қорытынды аттестаттау топшаларына сәйкес есептелетін болады. Яғни, әр оқытушыға қанша дипломдық жұмыстарға, диссертациялық жұмыстарға жетекшілік ету көрсетілген, сол бойынша оқу жүктемелері есептелетін болады. Егер де қорытынды аттестаттау топшаларына сәйкес мәнін таңдайтын болсақ, онда тек қана қорытынды аттестациялауға, яғни қорытынды аттестаттау топшаларына сәйкес сол топшаларға қосылған білім алушылардың санын ескеретін болады. Және де осы орындаған баптауларымызды сақтаймыз. Баптаудың келесі түрі ол уақыт мөлшерлері, яғни нормативтер. Бұл бөлімде келесі нормативтер қарастырылған. Бірінші норматив ол сабақтардың түрлері бойынша уақыт мөлшерлері. Яғни оқу жоспарына сәйкес қандай сабақ түрлері бар, нормативімізді, яғни есептеу мөлшерлерін орнатамыз. Бұл жерде бізде дәріс, зертханалық жұмыстар, тәжірибелер, семинарлық сабақтар, студиялық сабақтар және студенттің, магистранттың, докторанттың, оқытушымен үздік жұмыстары қарастырылған. Әр сабақ түрі бойынша өзімізге қажетті нормативтерді орнатамыз. Баптаудың келесі түрі ол тәжірибе бойынша уақыт мөлшерлері. Яғни, жоғары оқу орнында қарастырылатын тәжірибелер бойынша академиялық дәрежелерге қатысты нормативтерді орнатамыз. Яғни, бұл жерде бізде есептемелер мен қабылдауларды тексеру бар. Оқу тәжірибесі басшылығы үшін байланыс сағаттарының саны, яғни оқу тәжірибесі ол бізде топ бойынша есептелінеді. Ал қалған тәжірибе түрлері ол оқытушыға тіркелген білім алушылардың санына осы жерде көрсетілген нормативті көбейту бойынша есептелінетін болады. Және де тәжірибенің баптаулары бізде тәжірибенің апта ұзақтығымен байланысты. Тәжірибе түрлері бойынша бір кредит практиканың апта ұзақтығы, яғни бір кредит бойынша тәжірибелер бойынша аптаның ұзақтығы қанша, соны академиялық дәрежелер бойынша орнататын боламыз. Баптаудың келесі түрі ол қорытынды бақылаулар бойынша уақыт мөлшері. Яғни қорытынды бақылау түрлері бойынша ол аралық бақылаулар, емтихан бақылаулары, емтихан алдындағы қандай да бір кеңестер, және де жазбаша емтихандар, компьютерлік тестілеу, курстық жұмыстар, межелік бақылаулар бойынша қорытынды бақылауды өткізу бойынша жүктемеде қандай нормативтерді қолданамыз, әр академиялық дәреже бойынша сол нормативтерді орнататын боламыз. Баптаудың келесі түрі ол мемлекеттік аттестациялық комиссия және де мемлекеттік емтихан комиссиясының мөлшерлері. Яғни әр академиялық дәрежелер бойынша аттестациялық комиссияға бөлінетін нормативтер. Яғни бұл жерде дипломдық жұмыстарды, жобаларды бір білім алушы үшін байланыс сағаттарының саны, яғни әр дипломдық жұмыс бойынша, диссертациялық жұмыс бойынша, келесі мемлекеттік аттестациялау комиссиясына қатысуға байланысты сағаттар, төрағасына, мүшелеріне, хатшысына, яғни әр мүшелеріне жүктелетін сағаттар саны, яғни нормативтер. Бұл жерде көрсетілген нормативтер білім алушылардың санына көбейтілетін болады. Баптаудың келесі түрі ол уақыт мөлшерлерінің басқа түрлері. Яғни бұл жерде бізде магистранттың ғылыми зерттеу жұмыстары және де докторанттың ғылыми зерттеу жұмыстары қарастырылған, және де профессор оқытушы құрам жүктемесінің бір кредитіне байланыс сағаттардың саны. Яғни әр академиялық дәреже бойынша өзімізге қажетті нормативтерді орнатамыз. Келесі лауазым және басқа нормативтер бойынша оқу жүктемесі. Бұл жерде бізде екі норматив қарастырылған, ол стандарттық лауазымдар және де өзге нормативтер. Стандартты лауазымда бізде келесі лауазымдар қарастырылған. Яғни оқытушы ол қандай да бір сабақ жүргізетін қызметкер, және де сол оқытушы қызметіне оқу жүктемесінің көлемі, оқытушының бір ставкасы қанша сағат болады, сол жүктемені көрсетеміз. Келесі факультет деканы, яғни қандай да бір факультетке декан болып табылатын қызметкердің оқу жүктемесі. Яғни бұл жоғары оқу орны туралы ақпарат бөліміндегі факультеттер бөлімінде қандай да бір факультетке декан ретінде танылған қызметкерге қосылатын жүктеме. Келесі үшінші дәрежелі дайындық жүйесі бойынша
баратын кафедра меңгерушісі. Яғни бұл жерде бакалавр, магистратура және докторантура, яғни 3 дәреже бойынша білім алушыларды дайындайтын кафедра меңгерушісінің жүктемесі. Келесі бізде 2 дәреже бойынша, яғни бакалавр және магистратура дәрежесі бойынша білім алушыларды дайындайтын кафедра меңгерушісінің жүктемесі. Келесі бакалавриат мамандығы бойынша ғана білім алушыларды дайындайтын кафедра меңгерушісі. Келесі түлектерді шығармайтын кафедра меңгерушісі, яғни ешқандай мамандықтарға тіркелмеген кафедраның меңгерушісінің жүктемесі. Келесі шет тілінде сабақ беретін оқытушы, яғни ол үшін қолданушылар бөлімінен оқытушылар бөлімін таңдаймыз, және де кез келген өзімізге қажетті оқытушыны таңдасақ, оқытушылардың жеке парағында оқу туралы бөлімде, яғни сабақ беру тілі, оқытушылардың жеке кабинетінде сабақ беру тілі орыс және қазақ тілінен өзгеше шет тілі көрсетілсе, сол оқытушылардың жүктемесі. Келесі қаржыландыратын ғылыми тақырыптардың жетекшісі, 2 және одан да көп қаржыландыратын ғылыми тақырыптың жетекшісі, яғни қандай да бір ғылыми жұмыстармен айналысатын жетекшілерге қатысты олардың оқу жүктемесінің көлемі. Келесі бізде өзге нормативтер, яғни бұл бөлімде бізде стандарттық лауазымдар бөлімінде жоқ нормативтерді қосамыз. Яғни стандартты лауазымдар бөлімінде жоқ қандай да бір лауазымды біз өзге нормативтер бөліміне қосамыз. Ол үшін қосу батырмасын таңдап лауазымның атауын 3 тілде толтырамыз, және де оқу жүктемесінің көлемі сағат бойынша қанша сағатты құрайды, сол сағатты көрсетеміз. Келесі адвайзер, яғни бұл бізде стандарттық лауазым. Адвайзер ол білім беру бағдарламалары бөлімінде кез келген білім беру бағдарламалары бойынша қандай да бір топтарда адвайзер ретінде тағайындалған қызметкерге қосылатын оқу жүктемесі. Яғни қандай да бір топта адвайзер ретінде тағайындалған қызметкерге адвайзер бойынша жүктеме қосылатын болады. Келесі тәжірибелер жетекшілігін проценттік үлестіру. Яғни бұл бөлімде өзімізге қатысты факультет, кафедра және де оқу жылы бойынша жоғары оқу орнының оқытушыларының қандай да бір тәжірибеге жетекшілігінің пайыздық үлесі. Яғни білім алушылар қандай да бір тәжірибені өндіріс орнында өтетін жағдайда жоғары оқу орнының қызметкеріне сол тәжірибе бойынша жетекшілігіне қанша пайыздық үлес беріледі, соны нормативін орнатамыз. Барлық өзімізге қажетті нормативтерді сақтаймыз. Келесі барлық нормативтерді орындағаннан кейін оқытушы профессор құрамның жүктемесі қалай есептеледі, яғни есептеу формуласы қалай екеніне тоқталатын болсақ, бізде жүктемені есептеу формуласы келесідей жұмыс атқарады. Яғни сағат бойынша жұмыс көлемінің барлық сабақ түрлері бойынша ол бір формула бойынша есептелінеді. Яғни бір академиялық сағатқа тең байланыс сағаттары көбейтіледі сабақ түрі бойынша сағат санына, және де ол көбейтіледі сабақ түрі бойынша ағындардың санына. Яғни бұл сабақ түрі бойынша қанша ағын бар, соған көбейтіледі. Бұл жердегі бір академиялық сағатқа тең байланыс сағаттарының саны ол жүйенің қосымша бөліміндегі жүйе баптаулар бөлімінде әр академиялық дәрежелер бойынша сағат түрлерінде көрсетілген, яғни дәрісті таңдайтын болсақ, бір академиялық сағатқа тең аудиториялық сағаттардың саны. Яғни бұл жерде бізде қандай мән көрсетілген, сол мән сабақ түрі бойынша сағатты есептеуде қолданылатын болады. Ал егер де оқу жүктемесі кредит бойынша есептелінетін жағдайда, онда бір академиялық сағатқа тең байланыс сағаттары көбейтіледі сабақ түрі бойынша сағат саны, және де сабақ түрі бойынша ағындар санына көбейтіледі, және осы барлық есептелген есеп жалпы біздің нормативке бөлінетін болады. Аралық бақылауды өткізуге және де имтихан бақылауларын өткізуге арналған жүктеменің формуласы келесідей, яғни норматив көбейтіледі студенттердің санына. Яғни топта немесе ағында қанша білім алушы бар, және де сол білім алушылардың саны осы біздің баптауда көрсетілген нормативтерге көбейтілетін болады. Келесі оқу тәжірибесін бақылауға арналған сағат саны, яғни оқу тәжірибесінің формуласы бізде норматив көбейтіледі кредиттер санына және де топтардың санында. Және де ал егер де бізде өндірістегі жұмысшылар бойынша есептелінетін жағдайда, онда нормативті біз кредит санына көбейтеміз және де топтардың санына көбейтілеміз, және бұны өндірістегі жұмысшылардың пайызына көбейтіп және де 100-ге бөлеміз. Соның нәтижесінде оқу тәжірибесі бойынша оқытушылардың жүктемесі есептелінетін болады. Ал өндірістік, дипломалды, педагогикалық, ғылыми зерттеу тәжірибелері бойынша оқытушылардың жүктемесі келесі формула бойынша есептелінеді, яғни нормативті апталардың санына көбейтіледі
көбейтеміз және де тіркелген студенттердің санына көбейтетін боламыз. Бұл жердегі аптаның саны ол бір кредит үшін аптасына стандарт уақыты. Яғни біздің баптаулардағы практиканың апта ұзақтығы бөлімінде біз қандай сандық көрсеттік, сол болып табылады. Келесі магистранттардың, докторанттардың ғылыми зерттеу жұмыстарына жетекшілік ету сағаттарының саны келесі формула бойынша есептелінеді. Яғни норматив, яғни ол уақыт мөлшерлерінің басқа түрінде көрсетілген нормативтеріміз, және де ол сол ғылыми зерттеу жұмыстары бойынша оқу жоспарда қанша кредит жоспарланған, сол кредит санына көбейтіледі, және де оқытушыға тіркелген магистранттар мен докторанттардың санына көбейтілетін болады. Ал қорытынды жұмыстар, яғни диссертациялар, дипломдық жұмыстар, докторлық диссертацияларға жетекшілік ету оқытушының жүктемесі келесі формула бойынша есептелінетін болады. Яғни оқытушыға тіркелген студенттердің саны нормативке көбейтіледі. Келесі, яғни қандай да бір диссертациялық жұмыстар, дипломдық жұмыстар, қандай да бір аттестациялық комиссиясының мүшесі, төрағасы, хатшыларының сағаты келесі баптаулар бойынша есептелінеді. Яғни бұл бөлімде біз нормативтерді орнатамыз. Келесі, оқу үдерісінің мониторингі бөлімінен қорытынды аттестаттау топшаларын таңдаймыз. Бұл бөлімде әр өзімізге қажетті оқу жылы бойынша комиссия мүшелерін қосамыз, қосу батырмасын таңдаймыз. Яғни мемлекеттік комиссияның түрі бөлімінде бізде қандай комиссияның түрін қолданамыз, соны таңдаймыз. Келесі оқу жылын таңдаймыз. Келесі кафедрамызды, оқу тілін, академиялық дәрежені және де қандай білім беру бағдарламасы бойынша бізде комиссия мүшесін қосамыз, және де мемлекеттік аттестациялаудың түрі бойынша қандай аттестаттау түрі қарастырылады, соны таңдап қосамыз. Келесі, жоғары оқу орнының қызметкерін комиссия мүшесі ретінде қосу, яғни бұл бөлімде тізімнен өзімізге қажетті факультет кафедрамыз бойынша аттестациялық комиссияның құрамын қосамыз. Яғни ол бізде комиссияның төрағасы немесе комиссияның мүшесі немесе комиссияның хатшысы болса, өзімізге қажетті рөлді таңдаймыз және де қызметкерлерді таңдап қосамыз. Осы қосылған қызметкерлерге комиссияның мүшесі ретінде жүктеме есептелінетін болады. Келесі хатшыны қосамыз, яғни бұл қызметкер үшін хатшы ретінде аттестаттау комиссиясы бойынша жүктеме есептелетін болады. Ал жоғары оқу орнынан тыс қызметкерлерді комиссия мүшесі ретінде қосу, бұл бөлімде біз аты жөнін және де қандай рөлін қосамыз, қызметін қосамыз, ғылыми дәрежелерін, яғни бұл бөлімде қандай ақпараттар қарастырылған, соның барлығын қосып төрағаның жүктемесін есептейтін боламыз. Осылайша жүйеде комиссия мүшелерінің қызметкерлері қосылады. Осымен профессор оқытушы құрамының жүктемесін анықтау модулінің баптауларына арналған сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.